Қазақ болсаң, үстіңде қазақтың заты болсын деген Қытайдың ұлы керемет сөзі бар. Қытайлар сонымен соңғы 10 жылда өте қатты дамыды. Олар бір-бірін өте қатты қолдады. Мысалы, қазірдің өзінде менің үстімде көйлегім Мардан Бөлінтінікі. Аяқ киімі өзімнің шоқайымнікі. Қазақ болсаң, үстіңде қазақтың заты болсын. Нәскиіне дейін қазақтыңкін ал. Таппадың ба қазақтыңкін алуға тырыс. Арзан ба қазақтыңкін, сапасыз ба қазақтыңкін алуға тырысшы. Сол ниет, жиналған ниеттен Аллах тағала ертең қазақ еліне береке беріп қояды. Әңгіме ниетте, амалдан бұрын. Ниетіміз жақсы болса, ертең амал өздігімен керемет дамиды. Бәрімізге қойшы, қазақ қатырмайды ғой деген сияқты мазақ қылып бір-бірімізге қарауға тырысамыз, ол идеология уже өтіп кетті, ол идеологияның заманы. Кезінде бір-бірімізге жамандауға, бір-бірімізді халқоз, мамбет, басқа сияқты жамандап үйретті. Қазір заман басқа, көзіміз ашық, жаман болайық, жақсы болайық, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Үстіңде қазақтың заты болсын. Тарап және барлығы қазақтың затын киісін. Сапалы, сапасыз, просто бұл бастама әлі. Қытаймен салыстырмаңдар, Америкамен или басқа елдермен, Германияның мэрсімен деген сияқты салыстырмай-ақ қойыңдар. Бұл бастама. Кезінде осыдан мысалы 20 жыл бұрын не только Қытайдың машинасы, Кореяның Hyundai Kia'лар киіп жатқан кезде менсінген жоқпыз ғой. Сапасы сақырлатпаған, бір 6 ай жүрсең тозып кетеді деп, қазір бренд Kia мініп алғам деп мысалы мақтанамыз да. Ондай дәрежеге жеткізу ол біздің ғана қолымызда. Кеттік. Қолдайық, үстіңде қазақтыңкі болсын. Ұран қылайық.